Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен тағы қауышып отқаныма қуаныштымын. Бүгінгі видеомызда Алла тағаланың Әл-Мәлик, Әл-Құддус және Әс-Сәлам деген көркем есімдерінің сырлары мен қасиеттерін кеңірек ұғынатын боламыз. Көркем есімдер мен кемел сипаттарды білу ұлы әрі мәртебелі ілім болып саналады екен. Кімде-кім ілім жолына түсетін болса, Алла тағала оның жәннатқа баратын жолын жеңілдетіп қояды екен. Алла тағаланың көркем есімдерін және оның қасиеттері мен сырларын білу Алланың разылығына, рахымына, жәннатына жетудің жолын жеңілдететін киелі білім болып саналады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям былай деген екен: Алланың 99 есімі бар. Кімде-кім оларды жаттап алса, жәннатқа кіреді деп, осы есімді жаттаған адамдардың жәннатқа кіретінін айтып сүйіншілеген екен. Қасиетті Құранда ең жақсы атаулар Аллаға тән. Оған сол аттармен жалбарыныңдар деген екен. Тілек пен дұғаны Алла тағаланың көркем есімдеріне жүгіне отырып, яғни Аллах тағаланың көркем есімдерін атай отырып сұрау, бұл дұғаның қабыл болуының алғы шарттарының бірі екен. Аллах тағаланың 4-ші көркем есімі Әл-Мәлик. Бұл есімнің толық мағынасы патшалардың патшасы, билік иесі, ақырет күнінің әміршісі. Алла өзінің жаратқандарының еш қайсысына мұқтаж емес. Жаратылыстың барлығы Аллаға мұқтаж және әрдайым оның билігінде. Яғни Әл-Мәлик есімі осындай мағынаны білдіреді екен. Енді Әл-Мәлик есімінің қасиеттеріне келетін болсақ, кімде-кім осы есімді, яғни Әл-Мәлик есімін күнде 91 рет оқитын болса, рухани және физикалық тұрғыдан күшті болады екен. Адамдарға сөзі өтімді әрі әсерлі болады екен. Келесі Аллах тағаланың 5-ші көркем есімі Әл-Құддус. Толық мағынасы қасиетті, өте пәк, кемшіліктерден пәк және адам баласының ойына келетін пішін келбеттен тыс. Әл-Құддус есімінің қасиеттеріне келер болсақ, кімде-кім осы есімді күнде 100 рет оқитын болса, Алла тағала оны рухани кеселдерден сақтайды және уайым қайғыдан арылтады екен. Және де Я Құддус деп көп қайталаған жанды Алла тағала шайтанның тұзақтарынан қорғайды екен. Алла тағаланың 6-ші көркем есімі Әс-Сәлам. Толық мағынасы бейбітшіл, есендік беруші, өзінің жаратқан мақлұқтарына амандық береді. Әс-Сәлам есімінің қасиеттері: кімде-кім осы көркем есімді күнде 131 рет қайталаса, аман сау болады және қорқыныштарынан құтылады екен. Сонымен қатар, кімде-кім ауру адамға Я Сәлам деп 161 рет оқып дем салса, Алла қаласа оған шипа береді. Яғни Әс-Сәлам есімінің мағынасы есендік беруші, өзінің жаратқан құлдарына амандық беруші. Демек, біз Әс-Сәлам есімін атай отырып, өзімізге, ұл-қыздарымызға, отбасы мүшелерімізге Алладан денсаулық, амандық сұрай алады екенбіз. Әлемдердің жаратушысы болған Аллах тағаланың есім сипаттарын және қасиеттерін танып білуге жұмсаған уақыттарыңызды Алла тағала берекеге толтырсын. Видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп, Алла разылығын тілейтін достарыңызға жіберіңіз.